Барлықтарыңызға сәлем, жөнте мен бүгін Абакендегі қазақтарға сұрақ қоямын. Сұраққа дұрыс жауап берген адамға сыйлық беремін. Ал енді бастайық. Мен бірінші аяулымға сұрақ қойдым. Әнұранның авторлары Шәмші Қалдаяқов пен оны дұрыстаған Нұрсұлтан Назарбаев. Бірақ та аяулым оны білмеген. Тудың авторы Шәкен Ниязбеков. Just running from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh then fuck them all. And then I got you off your knees. 2 hours later. Елтаңба авторлары Шутаман Уәлиханов, Жандарбек Мәлібеков. What you did, I already know. I had to go and find out from them. So tell me how's it feel? Tell me how's it feel? Sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Абай семейде туылған. Нұрсұлтан қаласының бірінші аты Целиноград. I like my coffee with 2 sugars in it. High heels and my jewelry dripping, drinking, I get all fired up. Hey, hey, hey. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody give it up. I made a few mistakes, I regret it nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, girl, you're troubling. And now I wonder, could you fall for a woman? Осы видеода бірінші рет сұраққа жауап берген ол Анель сондықтан да мен оған сыйлық сыйладым. Бұл жолы да Фатима сұраққа дұрыс жауап берді. Және мен оған сыйлық сыйладым. Айша сұраққа дұрыс жауап берді. Сондықтан да мен оның сыйлығын сыйладым. Жаңылдан сұрайын десем, жаңыл жауап берген жоқ, ақырында кетіп қалды. Қазақстандағы ең терең көл ол Байкал. Алматыдағы тау аталады Алатау.
Сонымен бұл видео соңына жетті. 15 адамнан тек қана 3 адам ғана дұрыс жауап берді, және олар өз сыйлықтарын алды. Ал қалған адамдар сұраққа жауап бере алмай қалды. Мен қойған сұрақтарда қиын және оңай араласып отырды, бірақ мен кейбір сұрақтардың жауабын өзім білмедім, сондықтан да интернеттен қарап жауап бердім. Не болмаса туыстарымнан сұрадым. Бірақ та көп сұрақтардың жауабын мен өзім білдім. Әрине оларды түсінуге болады. Түннің дәл ортасында келіп, тудың авторы кім деп сұраса бір түрлі ғой. Мысалы, маған солай қылып қойса, мен вообще жауап бере алмайтын едім деп ойлаймын. Сонымен бұл тәжірибеміз, не болмаса видеомыз, не болмай бара жатса емтихан деуге де болады. Сонымен бұл видео аяқталды. Видеоны соңына дейін көріп бітсеңіз рахмет. Сау болыңыздар.